болған. Бізде бұлай тәртіптілік етпейді. Мен қазір қазақ датау ыдырап шіріп кетті. Ауылға барсаң, ат үйрететін бала жоқ. Жүген ноқта биші кесетін, асау үйрететін бала жоқ. Ертоқым жоқ. Бәрі жүр енектерін велосипед күйкөлі мота теуіп. Қолдарында сотка, басқа түк істемейді. Физически нездоровы, бәрі ауру әкең аусы. Кросс әскерге 3 километр жүрсе өліп қалып жатыр әкең аусы. Тілдері салақтап. Болды. Басқа қазіргі мына 30 жылда өскен балалар, олардың сана сезімдері датауы төмен, бәрі медицinaға кіргенде өз халқына шауып отыр. Ал соның бүкіл несін мораль, бүкіл сана сезім жоқ. Оны келетті әкең ауысыз вообще бізде политика дұрыс емес нақы. Біз ел бола алмаймыз. Дәл осылай кете берсе әкең ауысы бытыраймыз. Сондықтан бәрі салт сана, дәстүр, мәдениет болу керек. Ауылдың ақсақалдарын наоборот үйім жасап, жаңағындай жастарды үйретіп, ата-бабаларын айтып отырып, жақсысын айтып, жаманға бұрмай атаңы. Ондай кружоктар ашып, бишік, жүген, ноқта, бишік өргізіп, балалардың бәрін сол аттыққа, бәйгеге неге үйретіп, жаңа таз ұстап, бүркіт ұстап, сондайға нетсе, жоқ әкең ауысын кешегі стақан шалдар қыртып ауылда лағып отыр әлі тілдерін шайнап. Міне соның нәтижесі 30 жылдың ішінде шыға келді мындай болып. Неше түрлі бар ғой вообще жоқ кейде бәрінің күдері үзесің қарап отырып. Үкіметтің тұры анау, әкең ауысы мына Ұзынағашта целый полк тұрған. Ана ЧС-тардың инженерный войска, саперлар. Соны алтта Башко деген келді, расформировать етіп, бүкіл техникасын сатты, бытшын шығарды, өзі парламентте мәжілісте отыр. Ал енді кеше міне арыста не істеді? Россияның ЧС-і болса, сол жерде мобильный нені ашып, елге тамақ беріп, бүкіл консерв 6 айғы кормиттейтін ақша болатын баяғыда НЗD Совет үкіметінің кезінде. Қазір бізде бірдеңе міне көрсетті ғой, 4 күнге тамақ тауып берілмеді әкең аусы, халық тасыды бәрін. Үкіметтің қай көт ашылғаны соншама. 4 күнге таба алмады. Ал ертең бірдеңе болса, сен барасың, қырыласың, соғыс болса, әскерде тамақ жоқ, складтың бәрін сатқан, ұрлаған. Самолет сатқан адамнан не сұрайсың, Қазір солар отыр, алтын байыбы бар, ертайы бар, ел қаһарманы болды. Қаһарман деген не ол? Герой. Ол мирный время не істеп алды, не подвиг жасап алды әкең ауыз. Екеуі де уголовный дело, самолет сатқан әкең. Вообще тәртіп жоқ, ёпты баймайды. Ату жазасын беру керек, бүкіл погон ұстағандағы. Ана Мәсиев не істеп отыр әкең? Соның компетентінде ғой осы халықтың бәрін, осының бәрін етуге. Ол немене атқара алмай ма? Шығарып тастау әкең ауыз. Бүкіл силовой структураны алып тастау керек. Жоқ, шайнап отыр. Кеше қорыққандарынан алды да қайтадан арысқа кіргізе салды. Арыстың іші толған снаряд, бәрі жерде мина жүр. Саперлар не істеп жүр? Бізде жетпейді, өтірік бәрі. Баяда каждый полкта саперный батальон болған нахуй. Каждый дивизияда. А қазір жоқ міне. Немене бұл әскер әкең ауыз сыйын нахуй. Вообще біз чорт, екінің бәрі әкең ауыз сыйын жүр нахуй. Вообще жастардың бәрі не істерін білмейді. Мал болып кетті әкең ауыз сыйын. Намыс жоқ әкең ауыз сыйын деді. Біз баяда желтоқсанның әлгі әкең ауыз 3 күн қырып бергенбіз әкең ауыз сыйын. Тісін ішіне қаратып әкең әскерден келген. Қазір жастарда ондай жүрек жоқ. Тұр нахуй талпа, екшеуінен алып кетеді, мамалап жылайды нахуй епті. Ол не әкең ауыз? Жүрек жоқ, духы жоқ, дух. Ол мәселе 2 метрде емес, әкең ауыз 1 метр болсаң да дух болу керек. Намыс жоқ. Анамыз қайда кетеді нахуй Ол осылай болады. Баядалғы эксперимент жасаған ғой, бір күні бір банкаға салып қойыпты, бір күнің крышкамен жауып қойса, бір күннен кейін бір күн ұшпайды дейді. Өйткені крышканы ашық қойсаң да ұшпайды. Қазақта сол қазір. Енесін ұрып бәрін 15 суткада чмо қылып тастады. Қазір ұрып атсаң керек қылмайды. Бауыздайын десең, шашымды алады деп қой сияқыл жатады. Жүнін қырқады деді. Онтан осы жоқ жастарды не намыс жоқ. Әкең ауыз сен айдасын, молодец, әкең атыраулықтар бар ғой, молодец. Запад сол жақтан бірдеңе шығады өзіне. Әкең Қытайын қусын енді тағы Көрсін әкең чумо екен. Қыздарды солай сабап нетсе, екінші соған бармайды. Стап алып баняда бәр жерде әкең ауызсын бытырлату керек. Сонда үйім құрып сықырту керек. Сонда қояды ол. Афганистар, жаңа спецназың жігіттер баяғы пенсияға шыққан нетіп жүр ғой. Сонда құрып, сонда айдау керек. Сонда тәртіп болды. Мына тұрған қырғыз солай тазалап алды ғой өзінің жәләптарын. Бүкіл қырғыздың жәләбі бізде жүр. Өзбектің жәләбі бізде жүр. Айда әкең ауызсын бәрі сортта. Милиция ақшалады да жібере салады. Ондай болмау керек, тазалау керек. Намыс бар. Қазақ десе әкең. Баяғыда ат тұяғы дүбірінен бүкіл әлемді зерлетіп, зесін дірілдеткен қазақ бүгін чмо болып жүр. Ёпты ваймайттар. Жарайды, намысын боғым қайнап жының келіп әкең ауызсын кеңірдеген жұлмағын көп тұр. Қайтесің Картайық балды шал болды. Жарайды, аман болай. Осы қиналасың да қоясың. Әйтеуір жүрген жерде жастарды қайрақ қоясың, басқа не істейсің?